Қытайлармен жұмыс жасап, кезінде қалай мен 50 миллион қадалдым. Көбісі ойлайды, Қытаймен жұмыс жасасаң күшті, әдемі, барлық күшті керемет болады. Бірақ на самом деле ондай емес. Достар, қытайлардың ұйықтататындары бар. Дұрыс адамға жолықпасаң, саған браковный товарлар салып жібереді, өтірік товарлар салып жібереді, сынған товарлар салып жібереді, және характеристика сен сұрағандай сай келмейтін товардың бәрін салып жібереді. Ал оны сен сата алмайсың, тұрады, жатады, мусорға аяғын тастайсың. Сондықтан мен Қытаймен жұмыс жасаған кезде екі нәрсе бар. Біреуі заводтың өзі болады, екінші ортада компания. Завод в основном ол тек қана товар шығарады. Ол занят, ол анау производствомен занят ол. Тек қана сол товарларын шығарумен занят. Екінші ортада компания болады. Ол ортада компанияда ешқандай завод жоқ, өзінің товары жоқ. Олар не істейді? Бүкіл заводтарды байлайды өзіне. Сөйтеді да, осылар жаңағыдай Қазақстан сияқты жаңағыдай OLX дейді, Market KZ дейді, жаңағыдай Каспи дейді, Wildberries сондай сияқтыларға отырып алған. Олар 1688, Alibaba, тағы бір деңгейлер, в общем, соған отырып алады да. Егер сен көп жағдайда мынау лақтырады, сондықтан мүмкіндік болса сөйлескен кезде прямой заводсың ба деп білу керек. Завод болмасаң маған керек емес деп. Өйткені заводпен жұмыс жасасаң, бір жақсы жер саған жақсы баға береді и сені алдамайды. Өйткені оларға клиенттің қайта-қайта келген дұрыс. Ал ортада компаниялар, оларға бәрібір. Олар бір рет ақша тапсам болды дейтіндер. Сондықтан тоже қарау керек. Одан кейін барып көп біздің Қазекеңде тұрады, бірден Қытаймен жұмыс жасағысы келеді. Ол дұрыс емес, достар. Бізде Алматыда көптеген оптовиктер бар. Сен товарды бірінші сол оптовиктен алып сатып бастау керексің. Сен тез жасау керексің. Сен товарың өте ме, өтпей ме? Өйткені сен прямой Қытайдан алатын болсаң, сенің ақшаң заморозкада тұрады. Ол қалай? Сен Қытайдың заводымен сөйлесесің, қандай штук аламын дейсің. Сөйтесің, ол тұрып айтады саған, депозит маған төле 20%, 30%, сосын қалған товар дайын болғаннан кейін 70% төле дейді. Олар саған 2 апта істеуі мүмкін, 3 апта істеуі мүмкін, білмейсіңдер. Сөйтіп 3 апта созады, сен ақшаң уже заморозкада. Одан кейін ақша төлейсің, одан кейін ол Қытайдан жібереді. Ол саған келем дегенше 2-3 апта кетеді. Тағы ақшаңды ұстайды. Ол келген соң барып, ол товарға үлкен склад керек. Болмаса, жаңағыдай тағы бір деңгейлер керек, оның өзі расход. Ал ол расходта болмау үшін және товар тез айналу үшін бірінші кезде Қытайдан алмай, бірінші оптовиктер бар Алматыда. Солар табасың, солармен сөйлесесің, товарларын жайлап алып сата бастайсың. Когда сенде үлкен объем болды, сенде уже жаңағы Алматыға оптовиктен алып сату невыгодно болған кезде ғана уж заводтарға шыға бастайсыңдар. Бірден тікелей заводқа шығып, бірден Қытайға шығып керек емес ол. Бірінші, әрқашанда бизнесте кішкентайдан бастау керек. Кішкентай количестводан. Өткен сен бүкіл ақшаңға товарды аласың, товар келеді, сосын саған басқа расходтарыңа ақша жетпей қалады. Ол арендаға жетпей қалуы мүмкін, айлыққа жетпей қалуы мүмкін, маркетингке жетпей қалуы мүмкін, рекламаға жетпей қалуы мүмкін. Сондықтан бірден үлкен жинап отырған ақшаңды алып бизнеске пах етіп құймаңдар. Қадаласыңдар, депрессия боласыңдар, өткізе алмайсың, сата алмайсыңдар, настроениелерің түседі. Бизнесті кішкентай кезден бастау керек. Бірақ ол жерде есеп болу керек. Есебің сай келмейтін болса, онда тірлігіңде жүрмейтін болады.